Лаврентьев ауылының оқырмандарына Сұлтан Баймағамбетовтың 100 жылдығына байланысты ұйымдастырып жатқан ерлік сағаты. Жаутандап қарап дала тұр, кожасын сүртіп жана бір, хабарсыз ұлын сұрауға жолынды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлап адамын, қанша үйде сөніп қалды оттар, көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Қай халық та өзінің батырларымен қастерлеп аттарын асқақтатқан. 20-шы ғасырдың ерені ер жұлдызды батыр Сұлтан Баймағамбетов халқымыздың мәңгілік мақтанышы, жастарымызға өшпес үлгі өнеге. Все дальше уходят в прошлое героические годы Великой Отечественной войны, но в памяти человеческой никогда не померкнут подвиги наших героев-участников Великой Отечественной войны. Неоценим и велик вклад в достижение победы воинов. Багровое солнце над лесом вставало, предвестник горячего дня. Десятки орудий на немца сначала обрушили бурю огня, и следом за валом смертельных разрывов пехота в атаку пошла, на штурм укреплений в едином порыве. Быстро, беспощадно, смела, на мины букетов осколков кидали, мы мимо спешили, вперед. Когда во врага уж почти добежали, нас встретил свинцом пулемет, и Баймагамбетов в решениях быстрый под зоту дал выстрел другой. Ударили залпом, но также неистово свирепствовал шквал огневой. Тогда к командиру султан обратился: «Имеешь 6 штук я гранат, я дзот подорву, я теперь научился». «Давай», — разрешил лейтенант, и каждый следил за ним пристальным взглядом. Ползет, задержался, убит или нет? Нет, дальше пополз, и хотелось быть рядом, чтоб также другие смотрели бы вслед. Близка амбразура, гранаты готовы, 3 взмаха один за другим, 3 взрыва, все смолкло, победа. Но снова свинец заметался над ним, он ближе подкрался, и снова гранаты, 3 штуки одну за другой, швырнул в амбразуру, но также проклятый строчит над его головой, и насмерть сраженные падают на земь его боевые друзья. Решение смерть принял он разом, назад возвращаться нельзя. Увидели все, как могучий поднялся, как казах-богатырь перед зод. Нам всем его голос призывом раздался: «За родину, братья, вперед!» И черную пасть амбразуры собою закрыл он у всех на глазах. Вчерашний колхозник, сегодняшний воин, прости, наш товарищ казах. Пусть слово мое пролетят над страною, во всех уголках прозвенит, и образ героя, и славу героя народе навек сохранит. Отан үшін күресте қаза болған батырдың даңқты есімі өзі қызмет атқарған бөлімше жауынгерлерінің тізіміне мәңгі жазылған. Қояндағаш ауылының еңбекшілері өз қаржыларына Кеңес одағының батыры Сұлтан Баймағамбетов атында танк жасатты. Әуликөлде гимназия мектебі, Кировскіде экономикалық гимназия және Қостанайдың Құшмұрының көшелері мен Сұлтанның туған совхозы батырдың есімімен аталады. Қояндағаш ауылында және Ленинград облысының Кировск қаласында ескерткіш орнатылған. Халық ақындары батырдың есімі мәңгі өшпейтіні жайлы жыр толғады. Қазақстандық Сұлтан Баймағамбетов мәңгі өмір сүретіндер сапында келеді. Назарларыңызға рахмет.